Қазақ киносы өркендеп енді дамып келе жатқан кезде, бірімізбен біріміз қазақша сөйлесе алатын заманда, біздің көрермендер, тыңдармандар барлығы халықтың өзі қазақ болғаннан кейін қай бетімен оларға орысша болмаса өзбекше, қырғызша фильм ұсынасыз. Түкіруге келетін болсақ, мен әлі түкіріп жүрмін. Қайсың аузына түкіріппен келіңдер? Қазіргі айтыста жүрген ақындардың біразы мен аузыма түкіріп тастаған. Төреғали түкірген балалардың барлығы сахнаға шығады. Төреш аға, сіз менің ғана аузыма түкірдіңіз ба десем, сіз мыналардың да аузына түкіріпсіз ғой. Түкіріңізге адал болып жүрмейсіз ба? Баста. Марат, білесің ма қазір сахнаға кім шығатынын? Кім шығады екен? Өзі әнші. Өзі әнші. Өзі ақын. Өзі ақын. Өзі актер. Өзі продюсер. Продюсер. Өзі фильм түсіреді. Сосын. Өзі сол фильмнің спонсоры. Аха. Өзі сол фильм шығарады. Аха. Өзі сол фильм жарнамалайды. Сосын. Білесің ма кім шығатынын? Джеки Чан. Жоқ, Төреғали. Төрәлі! Қарсы алыңыздар! Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Бәріңіз көргеніме шын жүректен қуаныштымын. Қалайсыздар? Көрермендер де қуанышты, иә? Негізі мен Джеки Чан ба деп қалсам. Иә. Қазір жалпы былай әлеуметтік желіні ашып қалсаң, тура осындай мағлұматтар барлығын өзің істейді екенсің. Енді бір іс басталардың алдында, жалғыз өзімнің жұмысым болсын, ол менде ондай жоқ, бір миым жетіп, шамам жетіп тұрған, санам жетіп тұрған бір дүние болса егер, кемеңгерге де кеңес керек дегендей, барлығын өзім жасадым. Ойлап тұрған нәрсемді аянбаймын. Мен жалғыз өзім емес, біреуге де көріп тұрсам, солай дұрыс болады ғой деген нәрсені өзім ақылым жетпей тұрған жерде сұрайтын жерлерім болады. Бірақ енді барлық дүниені жалғыз өзім жасап жүрмін деген енді кішкене шындыққа жанаспайды. Сондықтан перденің, сахнаның артында за кулисім қаншама еңбектер бар. Қазақта бір керемет сөз бар ғой. Ауыр жүкті иық көтереді, орденді омырау тағады деген сияқты. Барлық мақтаудың бәрі мен өзім алып тұрғанмен, негізгі жұмыстардың басым көпшілігі басқа адамдардың еңбектері деп айтуға болады. Ендеше осы жайлы дәл қазір Қызыл диван деп бұңыз. Жасыл диванда жалғастырайық. Кетті, қошеметтеріңізбен жалғастырамыз. Төреғали Төреәлі Қызық Таймс бағдарламасында. Қошеметтеріңіз. Біздің бөлігімізше негізінде әдетте киноларды Қазақстанда орыс тілінде жасайды. Кішкене қазақ тілін араластырады. Коммерциялық кинолар. Иә, коммерциялық кинолар. Бірақ дегенмен дәл осы кино таза қазақ тілінде болды. Және де кәдімгідей ең топ үштіктің ішінде. Иә, касса жинаған кинолардың ішіне енді. Мен бірақ нәрсені түсінбеймді. Мысалға, айтыстың көрермені баршылық қой, шүкір ғой. Бірақ сереп келе жатыр. Қазір жастар айтыс көре ме, көрмеймін, мен білмеймін. Өйткені өзім андасан да көрем. Неге андасан да көрем? Себебі эфирден андасан да беріледі. Эфирден берілген айтыстың өзі толық берілмейді, сондықтан ол өнердің өзі бар жоғы білінбей жүрді, қазір төл өнеріміздің өзі. Ән айтқан кезде де енді қатты бір аса өнер ғой деп қадалып қалып, қасқайып қалудың да қажет жоқ шығар да, енді ол шоу болғаннан кейін музыка тілге бөлінбейді деп өзіміз айтып жеңілдетіп аламыз ғой, бірақ қолдан келгенше өскелең ұрпаққа, өскелең жастарға үйінде тыңдап жүрген, мысалы ата-анасы болсын, олардың балдары болсын, қолымыздан келіп тұрған неге қазақша ән айтпасқа? Сол сияқты біздің киномыз енді қазақ киносы өркендеп енді дамып келе жатқан кезде, бірімізбен біріміз қазақша сөйлесе алатын заманда, біздің көрермендер, тыңдармандар барлығы халықтың өзі қазақ болғаннан кейін қай бетімен оларға орысша болмаса өзбекше, қырғызша фильм ұсынасыз. Өзіміздің ана тіліміз бар, дана тіліміз бар, қандай дара тіліміз, біздің тіліміз ешкімге ұқсамайды. Ең жауқазын, ең сондай керемет тілде. Ал енді мен бұл жерде тағы да біздің фильм 100% қазақша түсірілді десем, кішкене ұяттау болып қалады. Біздің фильм қай тілде түсірілді десе, Қазақстан тілінде түсірілді. Қазақстан тілінде?
яғни орыс тілде аралас болды ма? Енді мысалға біз қазір осы жерде үшеуміз қазақша сөйлесіп отырмыз. Камераның бәрін өшіріп тастағаннан кейін уже шамалы Қазақстан тілі Уже, иә. Уже кетіп Мен мысалы камера өшсін ағылшынша кетті. сондықтан енді біздің ауыз екі тілге айналып кетті ғой енді жаңағы вообще деген сияқты нәрселерді. Жоқ, негізі Қазақстан тілі деп жатыр ғой. Мәселе мынада, басқалар сізден басқасы Қазақстан емес, Қазақстан тілінде түсіріп жатыр да. Осыған дейін, құрметті достар, әдетте қазақтар киноға бармайды деген бір кереғар пікірлер де болды. Қазақ тілінде түсірсең, адам жиналмайды деген ойлар пайда болды. Қызық емес деген пікірлер болды. Сондықтан кейбір киногерлер енді орыс тілінде түсіріп, арасында қазақшасын қосып сөйтіп жүрді. Бірақ осы кино қазақ тілінде түсіріп, қазақ тілінде табысқа ие болуға болатындығын әбден дәлелдеді. Қошеметтеріңіз, достар. Иә. Мысалы, Хичкок бар ғой. Хичкок бауырымыз ше, Альфред ше. Альфред Хичкок деген нағашымыз айтатыны бар. Жалпы кез келген киноның мықты болу үшін үш нәрсе керек дейді. Біріншіден сценарий, екіншіден сценарий, үшіншіден сценарий. Сценарийін кім жазды, айтып кетсеңіз? Өте дұрыс айтасыз, өте орынды сұрақ. Осы тұста, осы эфирді пайдаланып, ауылға сәлем жолдаймын десең болмай қалады. Абдусайд деген біздің сыр елінен шыққан тамаша сценарист бар. Абдусайд Шайх Исламұлы. Сол кісіге менің атына бір қошеметтеп қойсаңыздар. Және де Назар аудар театрының екі бірдей актері Мәди Абдуғали және де Ақболат Өтебай. Рахмет сендерге, жігіттер. Бұл бәріміздің жеңісіміз, бәріміздің жемісіміз. Оны бекер айтып тұрған жоқпыз. Біз өзіміз сценарист болғандықтан айтып отырмыз ғой. Әр сценарист мен жалғызым дейді. Негізінде. Бізде әдетте сценаристер сценарий жазады, бірақ олардың еңбектері қатты еленбейді. Сондықтан менің ойымша сценаристерді бағалаңыздар. Біріншіден, құрметті киногерлер, сценарий мықты болса, менің ойымша киноның 50%-ға табысқа кенелетіні анық. Қошеметтеріңіз. Енді сізге тағы қояр сұрағымыз, бұл жай ғана эксперимент болды ма, әлде осы жылы тағы да осы бағытта жаңа кино түсіресіз бе? Әлде екіншісі болады әннен? Екіншісі болмайды. Екіншісі болмайды. Басқа фильм түсіретін шығармыз. Себебі мен сол фильм шығардың алдында осы қызықтаймызға келіп айтып кеткен болатынмын. Мен бұны әншілердің барлығы фильм түсіріп жатыр екен, ойбай мен де көштен қалмайын деп түсірген фильм емес. Болмаса бір дүниенің байлықтың асып тасып жатқанынан емес. Бұл менің Алматыға арман қуып келгендегі және сол арманыма қол жеткізіп, менің бітірген мамандығым бойынша жасалған жұмыс. Сондықтан бұл басы болғанмен аяғы болмасын деген өзім ниет жасап жүрмін. Биылға да тағы бір фильм түсіргім келеді. Алла қолдап тұрса, халық қошеметтеп тұрса, неге түсірмеске? Айта кету керек, тағы қайталап өтейік. Төреғалидың негізгі мамандығы актер. Дұрыс қой? Актер. Дұрыс қой? Ойланып қалдың ғой. Мен басқа нәрсе ойлап кеттім де. Уже сценарийді ойлап атсың ба? Түсіреміз, бүйтіп түсіріпсі. Қай киноны түсірсем деп. Жоқ, мен шынымды айтайын, не ойлап кеткенім. Жаңа мен хабарлаған кезде өзі актер, өзі жаңа продюсер деп айтып жатсыздар ғой. Сол жерде біраз адамдар маған өкпелеп қалуы мүмкін. Өйткені шынымен күнімен, түнімен, күндіз күлкісінен, түнде ұйқысынан айырылып жұмыс істеген адамдар бар да қаншама. Сондықтан мен олардың еңбектерін еш еткім келмейді. Бізге жауап берсең болады, ештеңе етпейді. Оның бірегейі ол менің Асқар Тау әкем, Төлеп Төрәлі. Сол кісінің, барлығы сол кісінің қолдауымен мен мүмкін жұмыс істеп жүрген шығармын, бірақ соның барлығын ретке келтіріп отыратын продюсер басқа адам, сонда өзім ең соңында жаңа актер, әнші, ақын үшеу ақ болып қалдым. Азайып бара жатыр сұхбат барысында. Актер, әнші, ақын ақ екен ғой. Қатты мақтап қойыппыз. Үш ақ таланты бар екен. Ал негізі өзіңізге қай мамандық жақынырақ, қай кәсіп жақынырақ? Актерлік пе, әлде әншілік пе? Әншілік енді, әншілікке үйреніп қалдым ғой. Актер болу өте қиын. Әнші болу оңай ма? Жоқ, оңай емес. Оңай жоқ.
бұл үшеуінің де оңайы жоқ. Бірақ бір-бірімен сабақтасып жатқан бір моншақ іспетті өнерде бір-біріне ұқсайды. Маған қиын емес үшеуі де, бірақ оңай да емес. Сонда не болды? Нормально. Ал жалпы халықтан сұрап көрейік. Қайсысы дұрыс? Әнші әлде актер? Қалай ойлайсың? Актер, әнші. Екеуі де. Әнші, үшеуі де. Былай болысында. Халық қаласы ақын болыңыз, қаласы әнші болыңыз, қаласы актер болыңыз. Барлығын бірге алып жүре беріңіз. Бәрекелді, ендеше сізден жаңа кино күтеміз. Міндетті түрде көреміз деген ойдамыз, және оны осы студияда талқылайтын боламыз, міндетті түрде. Алла қаласа, ондай жағымды жаңалық болып жатса, міндетті түрде ол қуаныш сіздермен келіп бөлісем, Алла қаласа. Болды, келістік. Жағымды жаңалықтар осымен тоқтады. Жағымсыздарға көшейік. Кеттік, ал. Ал енді әлеуметтік желіге көшейік. Әлеуметтік желіге көшейік. Әңгімен бәрі сол жақта. Бүйтіп отырып алдың ғой. Кешірім сайып, 1 минут. Осы телевизорден қорған. Бізден емес та, телевизорден қорық. Соңғы кезде әйтеуір Төреғали десе, әйтеуір Төреғалиді бір түсіріп алады, түсіп қала береді бұл да. Соны әңгіме қылады. Соны әбден талқылайды, жаңалыққа тіпті шығарады, кәдімгідей жаңалық қылып. Дәл сол бір жаңалықты дәл қазір көрейік. Иә. Экранға бәріміз назар аударайық. Өзім клиенттерім болашақ. Аузына ма? Шығып кеткен ғой. Мамасына түкіру керек бәрі. Міне, осы нәрсені Төреғали баланың аузына түкірді деп, масқара, не деген сұмдық деп, кәдімгідей біреулер ренжіп жатыр. Менің ойымша, бұнда тұрған еш нәрсе жоқ. Сіз қалай ойлайсыз? Сосын артынан тепті дегендер шықты. О, общым кетті сонымен. Жалпы, осыған не айта аласыз? Әйтеуір осыны-ақ түсіреді, бұл да түсіп қала береді деп жатсыз ғой. Неге түсіп қала беремін білесіз бе? Неге? Сіз де айтсаңшы. Неге? Потому что шеге десе. Жоқ, оны айтып отырып сұраққа шынымен жауап берейін. Так, ақындық деген түсіп қалды. Неге түсіреді? Неге мен түсіп қала беремін? Қақпанды қоянға құрмайды ғой. Қақпанды түлкі аулайым деп құрмайды орманда аңшылар. Қақпанды қасқырға құрады. Қасқыр не істейді? Оған түсіп береді. Ақ көңіл қасқырмын десе, барып түсе саласың ба сонда? Сосын үнін шығармай жатады сол жерде. Бәрекелді. Ал енді түкіруге келетін болсақ, мен әлі түкіріп жүрмін. Қайсың аузына түкіріп берген? Мен мысалға, мен сен балаң аузына мен түкіріп берейін деп айтпаймын ғой, сол емес пе? Әрине. Өздері кеп айтты ма? Болмаса мен көшеде тұрып түкірмеймін. Ол нәрсені кім білмейді? Оны біздің қалада жүрген мәңгүрт қазақтар білмейді оны. Дұрыс. Мінекей, дәл қазір осының барлығын түсіндіріп жетсең, себебі бұл дәстүрді білмейтін қазақтар. Дәстүрі Білмейді, сондықтан былай енді мүмкін дұрыс көрінбейтін шығар көзге. Қалай көрінгенде де өзінің ата тегі шыққан негізіне кішкене зейін қою керек. Болмаса бұл неге түкіріп жатыр деп маған жалаң бәрін жаппай кішкене үңіліп қарау керек шығар мүмкін. Гуглға жазса шығады ғой. Хотя бы Гуглға жазу керек қой. әрине, ізденбейді. Негізі енді өздері келіп жатады, яғни баланың ата-анасы келіп, балам өзіңе ұқсасын деп, сонда ырымдап түкірткізбей ме? Иә, сөйтеді де, мысалға, мына балам аузына айналайын жаным дейді. Мына аузына түкіре қойшы дейді. Сонда түкірігіңді аяйсың ба не сонда? Түкірік толып тұр десе. Түкірмесең, ана бірден көңілі қалып кетейін деп тұрған адамның. Ол ештеңе емес, бір концертте бір апам қолынан анда кішкентай банк ұстап алған, баклашка ұстап алған да. Расымен ғой. Кішкентай банк ұстап отырды, концерт аяғына дейін күтті. Аяғына келген кезде немереме барып ішкізейін. Мәссаған. Андай канистрмен келген жоқ па ешкім? Сатам деп. Ол енді қарасаңыздар, біз сонда ырымшыл халықпыз ғой. Біз ол ырымшылдық деген жаман нәрсе емес, біз ниеттенеміз де бір нәрсеге. Осыған ұқсаса екен деп. Мысалға мен 6 айлығымда
6 айлығымда Қайыпназар Айтпемов деген үлкен 100 жасар ақын шал аузыма түкірген екен. Содан есімді біліп 6 класс оқимын дегенге дейін әкем менің аузыма түкіртпеген адам жоқ. Соны бүйтсем қазір аузымнан шалдардың дәмі шығады. Қазіргі айста жүрген ақындардың біразы мен аузыма түкіріп тастаған. Ода тұрған ештеңе жоқ. Түкірігімді қайтар дейтіндер жоқ па? Енді көрген жерде заты ол адам жақсы көріп тұр. Мысалы Дәулеткерей Кәпұлы. Қандай керемет айтыскер ақын. Сол мен есім білген кезімде аузыма түкірген. Ол кісіні көрген сайын бетімді ашқан адам сияқты болып тұрады сол кісі. Өзіңе жақын тартып тұрасың да. Сондықтан одан бір мен керемет ақын болып кетпеген шығарымды. Бірақ ол мені жігерлендірді. Әкемнің маған қандай жанашыр екенін көрсетіп атқан кішкентай ғана ырым ғой енді, мәселе ештеңе емес. Бәрекелді, ендеше құрметті достар, әлеуметтік желідегі белсенділер, әңгімені тоқтатайық, білмесеңіздер біліп алыңыздар. Бұл қазақтың салты, дәстүрі. Онда тұрған еш нәрсе жоқ, достар. Неке Төке, жаңа айттыңыз ғой, мен әлі күнге шейін түкіріп келе жатырмын дедіңіз, Иә. Солай ма? Сөйтіп айтты, иә. Айтты ғой сөйтіп, иә? Айтты. Қанша жыл болды түкіріп келе жатқаныңызға? Алғашқы түкірік қашан болды? Алғашқы рет қалай болды? Бір 10 жылдай болған жер, 10 жылдай. 10 жылдай. Міне дәл өзі кеп тұр. Сол 10 жыл түкірген түкірігін жинап алып келін деп отқан шығын. Ендеше, Төке, қарсы ал, құрметті достар. Дәл қазір Төреғали түкірген балалардың барлығы сахнаға шығады. Қарсы алыңыздар. Барша Төреғали түкіріп тастаған балалардың. Охо! Йо-майо! Мынау алғашқылар-ау деймін, ә? Бұлар анау көп түкірік, бір 5-6 литр түкірік ішкен ғой анау. Ал, өздеріне сөз берейік. Ассалаумағалейкум Төреш аға. Алейкумассалам. Мына список бойынша мен сізге шаңырақтан 6 бала түкіртуге алып келіп тұрмын. Онда неғып тұрыңыз, бастайық. Тоқтаңдаршы. Төреш аға, сіз білесіз ба? Осыдан 2 жыл бұрын Қызылорда облысына келіп, бізге концерт берген болатсыз. Сол кезде мен аузыма түкіргенсіз. Сол кезде еш нәрсе өзгерген жоқ. Төреш аға, есіңізде ме? Алдыңғы концертте менің аузыма түкіріп, артына теуіп едіңіз ғой? Енді бәрі мектепте мен теуіп жүр. Жарайды, енді түкірсеңіз түкіре беріңіз. Бірақ артынан теуідің не керегі бар? Төреш аға, түкірсеңіз түкіре беріңіз. Бірақ сол түкірердің алдына маған Қайрат Нұртастың, Ернар Айдардың және Серік Ибрагимовтың номерін бересіз ғой, коллекция жинап отқанын. Охо! Ал маған Төреш аға түкірген жоқ. Мен аузым түкіретін орна емес. Төреш аға, сіз менің ғана аузыма түкірдіңіз ба десем, сіз мыналардың да аузына түкіріпсіз ғой? Түкіріңізге адал болып жүрмейсіз ба? Сенде бір сізге бір сөзімді қойыңызшы. Сіз менің аузыма түкіргеннен кейін мен үйдегі атаммен ұрыс қалар етін боппын. Мен керісінше Төреш ағаға рахмет айтқым келіп тұр. Өйткені менде бәрі жақсы, сапағын бәрі бес. Құдай қаласа бизнес ашайын деп жатырмын. Аузыма түкірмегеніме рахмет. Төреш аға, менде уақыт жоқ. Тез-тез аузыма түкіріп жібересіз ба? Аяқты айтып басылайын деп отыр. Мен мына балалардың бәрінің атынан сөйлейін деп тұрмын. Осы жерде үлкен ретінде. Енді Төреш аға, сіз мына бәріміздің аузымызға түкіріп жатсыз. Бізде енді сол бәріміз жиналып сізге бір Ондайын қойыңдар, болмайды. жоқ,
тфай көз тимесін деп қояйық та сізге де. Ал Не дейсіз Не дейсіз? балаларыңызға? Мықты керемет, жандарым, алтындарым сол. Қарадамалақ қазақтың балдары ғой, бәрі жұлқынып тұр, барлығы. Кәдімдей, ойбой шетінен, сен тұр мен атайын. Мынау вообще мықты екен. Бергенсе тағы бір түкіріп жөсін. Алла Тағала тіл көзден сақтасын сендерді. Маңдайларың жарқырап, бақтарың беселі болып, талаптарың таудай болып, болашақта бізден де асып кеткен сахнаның саңлақтары болыңдар жандарым. Әумин. Рахмет жігіттер, қошеметпен шығарып салайық біздің. Тоқта. Төре, мүмкін суретке, бірге. Кәні. Кетті. Қызық, мәкемен ерекемен бірге өте қызық. Шапалақ дұғу. Қызық, мәкемен ерекемен бірге өте қызық. Шапалақ дұғу. Қошеметтеп қойын, құрметті достар, қанеке, шапалақтарыңыз. Кәз, тоқтай тұрыңдар, балдар. Қызық, мәкемен ерекемен бірге өте қызық. Шапалақ дұғу. Ал Төреш, мінеки бағдарламаның соңында сізге жасаған тосын сыйымыз осы. Ұнады ма? Өте керемет, қатты ұнады. Бізге де ұнады. Біз де білген жоқпыз, бұнша осыншама балдар шығатынын. Әсіресе атаммен ұрысып қала берем деген мощный кет. Сондықтан Төреш, өнеріңіз өрге өсе берсін. Киноңызды міндетті түрде күтеміз. Киноңызбен бірге өзіңізді де осы студияда күтеміз. Күтеміз бе? Рахмет, Мәке, ерге сіздерге рахмет. Көп қызықтаймыз ұжымына рахмет. Көзі қырағы көрермендерге рахмет. Бұл бағдарламаны біз отбасымызбен, әулетімізбен, жанұямызбен сүйіп көреміз. Сондай тұшымды ойлар, әдемі мағыналы мәнді әзілдер айтылады. Не деймін, шығармашылық табыс тілеймін. Біздер жақсы жаңалықтарымызбен келіп, осылай халықпен өнерпаздардың арасында алтын көпір болып жүре беріңіздер. Қызықтаймыз, Төреғали Төреәли. Қошеметтері!